Сонда қараңыз, сіз мешітке келіп кетіп жатсыз ба? Біліңіз, сіздің қадамыңыз бен бүткіл қатеңізді таптап кетіп жатсыздар. Екінші қадамыңыз бен сауабыңызды молынан жинап, дәрежеңіз өсіп жатыр. Соны сезініңіздер деп жатыр Расулалла. Ал ол үшін жаңа не деп басталды? Кім дәретін алып тазаланып шықса деп айтты Расулалла. Ал демек, сол мекенімізден мешітке дейінгі қадамда сондай болу үшін тазаланып шығу керек. Жаңа айттым ол. Мынау бірінші. Мына екеуін қосып алып, одан кейін тазаланып келдіңіз ба? Енді мешіттен қайтқаннан кейін де сол таза күйінде алып қайтуымыз керек үйге қарай. Хадисте келеді, Расулалла айтады. Сауаптарыңды күнә жойып отырады дейді. Істеген сауаптарыңды бір күнә істесең, күнә жойып отырады деп айтылады хадисте. От ағашты тоқтамай жей беруден тоймаған секілді, саға әдем отын жинап қойып, сіріңке тастасаң жанады ғой. Бәрін күлін шығарады. Сол сияқты күнә сіздің сауабыңыздың күлін шығарады. Шетінен жаға береді отырып алып. Ол жалықпайды. Артынан күнәңді тоқтатпай жатсың сен. Мынаяқтан сауабыңды істеп жатсың бірақ. Сауап істеу үшін адамға көп энергия керек, уақыт керек. Күнә істеу үшін энергия керек емес. Былай айтқан кезде, мына бауырыммен қазір араласып, дос болып, жақсы сыйласып кету үшін маған көп уақыт керек. Маған қанша энергия кетеді оған. Бір-бірімізге сенімге кіру үшін қанша байланысуым керек мен. Бірақ мен бұмен достығымды тоқтату үшін маған энергия керек емес. Қазір жақсылап тұрып шешесінен бір боқтаймын. Ол да мен жақсылап тұрып әкемнен бір боқтайды. Мәссаған болады деді. Сонымен ажыраймыз екеуміз қалай. Болды. Сол үшін күнә істеу үшін адамға не керек емес? Уақыт, энергия, күш жұмсамайсыздар. Ал сауапқа оған күш жұмсайсыздар. Бәріміз қателесіп қаламыз, кейде байқайып, кейде байқамай. Соның жолын айтқан ғалымдар хадисте де келеді. Бір күнә істедің ба, артынша бір жақсылық істе дейді. Жақсылық. Оны Расулалла айтады. Мынау істеген жақсылығың сенің алдын істеген күнәңді ямху дейді. Ямху деген жойып отырады дейді. Қателесіп қалдыңыз ба? Бірден есесіне садақа беріп қойыңыз. Байқау бірден істеп қойдыңыз ба? Бір барып бір сауап, бір амал жасап қойыңыз. Өзіңізді мәжбүрлеп істетіңіз сол сауапты. Сол істеген сауабында Расулалла айтып жатыр, алдыңғы істеген күнәңді не істейді? Жояды дейді.